Павлодар өңірін мекендеген халықтар мыңдаған жылдар бұрын жылқыны қолға үйреткендердің бірі болған. Ботай, бөрлі сияқты археологиялық ескерткіштерді ұзақ жылдар бойы зерттеген ғалымдар осындай тұжырымға келді. Олар таңғажайып фактілерді келтіріп отыр. Атап айтсақ, ыдыс аяқтардағы органикалық қалдықтарды химиялық талдау бұдан 5-6 мың жыл бұрын энеолит дәуіріндегі Ботай қонысында бие сүтін пайдаланғанын көрсеткен. Біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші мың жылдықта жабайы жылқыны алғаш рет қолға үйреткен тап осы ботайлықтар. Сол кездегі жануарлардың гендері бүгінгі күні әрбір заманауи жылқыда бар. Әріптестермен бірге археологиялық зерттеулерге қатысып жатырмын. Менің еңбектерім Қазақстанның солтүстік аймағындағы, атап айтқанда Павлодардағы Ботай типіндегі жылқыларды зерттеуге арналған. Мұнда олар үшін қолайлы ауа райы болды. Осы бағытта қазақстандық ғалымдармен бірге осында жұмыс істеймін. Археологтардың айтуынша Ботай мен бөрлі тек Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін маңызды жаңалық. Өйткені жылқының қолға үйретілу кезеңі адамзаттың дамуындағы ең маңызды прогресс болды. Павлодардағы жоғары оқу орындарының бірінің археологиялық мұражайында ежелгі жылқыларды қолға үйрету кезеңдері туралы сыр шертетін бірегей жәдігер бар. Это самая ранняя форма. Бұл жылқының ең ерте түрі. Ол 3000 жылдықтың аяғына дейін өмір сүрді. Бірақ 3-2 мыңжылдықтардың тоғысында Понто-Каспий даласынан үй жылқысының жаңа түрі келді. Ол неғұрлым жуас, көндігуге бейім. Оны ерте қола дәуіріндегі Понто-Каспий даласының тайпалары қолға үйреткен.